Ассалаумағалейкум, құрметті арнаның көрермендері. Мінекей бүгін салт дәстүр сөйлейді деген кітаптан сексек ата туралы оқып беремін. Бұл ешкінің пірі дейді. Ал ертеде бір сараң әрі қу бай болған екен. Ол қойларын бір жетімге бақтырады. Оған күніне бір жапырақ нан мен қара судан басқа ештеңе бермепті. Жетім есейіп, оңаша отау құрып, өз жолын тапқысы келеді. Байдан 20 жылдық ақысын сұрайды. Бай бермейді, екеуі дауласып қазыға барады. Қазы байдан пара алған екен. Байдың сөзін сөйлеп, әділдік Құдайдың бір есімі, төрелікті Құдайдан сұрайық. Бүгін түнде байдың 40 саулығы төлдейді екен. Егер қозы туса, бай алсын, басқа мал туса, сен ал дейді жетімге. Саулық деген ол қойдың ұрғашыларын солай деп айтады. Жетім амалсыз көнеді. Түнімен Құдайға құлшылық етіп шығады. Таңертең жұрт жиналып байдың қорасына барады. Айтқанындай байдың 40 саулығы төлдепті, бірақ қой қозы тумапты. Жүндері жалбыраған қозға ұқсамайтын бөтен төл туады. Бай төлдерді көргенде шошып кетеді. Жетімге жинап ал малыңды, Құдай тілеуіңді берді дейді. Жетім қорадан 40 лақты айдап шығады. Жұрт ғажайып оқиғаға таң қалады. Олар мұндай мақұлықтарды бірінші рет көріпті. Атын да білмейді. Лақтар тастан тасқа секек-секек етіп жүреді екен. Жұрт лақты да жетімді де сексек деп атап кетіпті. Кейін жетім бала сексек ата атанды, ешкінің пірі болады. Ешкі ең соңынан жаралғандықтан 4 түліктің ішінде ең кенжесі аталыпты дейді. Сондықтан да ол қоймен бірге аталып, бірге бағылып сөйтіп жүректі шығар. Құдай біледі енді. Біз жай осы оқып беріп жатырмыз. Және де мұнда енді видеоролик қысқа болып қалмасын деп тағы да желдің пірі Мірқайдар дейді. Сонында оқып кетейін. Баяғы заманда желді жын перілері басқарыпты. Олар желді қалай болса солай бағыттап, адамға қиянат жасайды екен. Біреуге жұт беріп малын қуып әкетеді, біреудің егінін жайпап, арығын құммен көміп кетеді. Жұрт не істерін білмей Құдайдан пана сұрайды. Сол кезде Хақ Тағала Сүлейменге пайғамбарлық жіберіп 18 мың ғаламның билігін береді. Сүлеймен жындармен соғысып, бәрін зынданға тастайды, желдің билігін олардан тартып алады. Сол заманда Сүлейменнің Мірқайдар деген сенімді серігі болған екен. Бір аңыздарда уәзірі болған деседі. Сүлеймен желге мініп ұшқанда Мірқайдарды жанынан тастамапты. Оң жағынан орын беріп, үнемі сұхбаттасып жүргенді ұнатады екен. Сүлеймен патша дүниеден өтерде Мірқайдарды шақырып алып, бұдан былай желді сен басқарасың, адамның игілігі үшін қызмет ет деп өсиет айтады. Содан бастап Мірқайдар желдің иесіне, піріне айналады депті атам қазақтың аңыздарында, әңгімелерінде. Енді бұл білмеймін қаншалықты шын. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Басқа да басқа видеоларымда бар. Ойсыл қара туралы, қайдан шыққан ойсыл қара қазақ емес деген видео бар. Қойып кетемін. Және де басқа Шопан ата туралы тағы да бар қызықты видеолар. Тіркеліп кетіңіздер, комментарийға жазып отырыңыздар. Не дейсіздер бұл әңгіме туралы? Жақсы, сау болыңыздар.